أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Әуелі Раббымыз Алла Тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкірлер болсын. Пайғамбарымызға, оның жанұясына Алланың игілігі, сәлемі, салауаттары болсын. Сахабаларына Алланың разылығы болсын, және барша мұсылман қауымына Алланың рахымы жаусын. Бүгінгі айтатын уағызымыз сынақ туралы болмақ. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: Астағфирулла, аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Ізгі амал тұрғысынан қайсыларының пайдалы екендіктерінде сынау үшін өлім мен тіршілікті жараттық дейді. Расында да бұл дүние бір сынақ әлемі, әркім әртүрлі жолмен сыналады. Біреу бай болып, біреу кедей, біреу науқастанып, біреуге білім беріп сынайды. Өйткені Алла Тағала бұл дүниені сынақ үшін жаратқан. Ал мұсылманның міндеті сол сынақтан сүрінбей діттеген мақсатына жету. Құранда Алла Тағала лақад халақнал инсана фи кабад, біз адамды қиыншылық ішінде жараттық. Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун, адамдар мен жындарды өзіме ғана құлшылық қылулар үшін жараттым деген. Яғни Алла Тағала құлдарын құлшылық етулер үшін және сынау үшін жаратқандығын айтады бұл аяттарда. Сондықтан да бұл өмір ақыретке дайындық жасайтын орын. Жақсы амалдар істеп, сауаптар жинап, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам хадис шәрифінде бұл дүние егін алқабы, ақырет соның жемісі деген. Яғни мұсылманның ораза, намаз сияқты игі амалдары бұл өмірде бір дән тәрізді. Ертең ақыретте әр қайсысы сол дәннен өсіп шығатын жемісіміз болмақ. Демек, пенде бұл дүниеде не ексе, не істесе, ақыретінде де соны көреді. Және Алла Тағала Бақара сүресінде: әлбетте сендерді қауіп қатер, ашаршылық пен малдардан, жандардан, сондай-ақ өнімдерден кеміту арқылы сынаймыз. Сондай жағдайларда сабыр етушілерді қуандыр деген. Яғни бұл Алла Тағаланың сынағы адамдарға бірдей деңгейде, бірдей дәрежеде болмайды. Әркімнің шама шарқына қарай, рухани салмағына қарай беріледі. Бұған дәлел Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ең ауыр сынақ пайғамбарларға, сосын әулие кісілерге одан әрі дәрежесіне қарай беріледі деген. Сол себепті өмірдің ең қиын сәттерінде ең ауыр сынақтарды пайғамбарлар көрген. Мысалы, Нұх пайғамбар 1000 жылға жуық өмір сүрген, халқын дінге, иманға, Аллаға шақырған, халқынан қаншама жәбір көрген. Бірақ сол 1000 жылдың ішінде Нұх алейхиссаламға иман келтіргендер, соңынан ергендер өте аз болған екен. Кейбір деректерде 70-80 адам ғана. Міне сонда да Нұх алейхиссалам дінін жалғастырған. Аюб пайғамбар да науқастанып, дертпен сыналады. Пайғамбарымыз да көптеген қиыншылықтар көрген, ең ауыр сынақтарды көрген. Оған ерген сахабалар, одан кейінгі ғасырларда өмір сүрген небір тақуа кісілер де өз деңгейлеріне қарай сынаққа ұшыраған. Яғни сынақсыз пенде болмайды. Бірақ әрбір сынақтың бір жақсылығы, бір хайыры болады мұсылман үшін. Мұсылманның көрген қиыншылығы еш кетпейді. Өйткені Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: мен мұсылманның ісіне таңғалам. Өйткені оның қай ісі болмасын жақсылық, бұл мұсылманға ғана тән қасиет дейді. Егер бір қуанышқа тап болса, ол Аллаға шүкір етеді. Ол оған жақсылық болып жазылады. Егер басына қауіп төнсе, қайғы келсе, оған сабыр етеді. Ол да оған жақсылық болып жазылады дейді. Міне мұсылманның басына қандай жағдай келсе де, ол өзіне жақсылық болып жазылады. Егер соған сай амал етсе, қиыншылықта сабыр етсе, жақсылықта Аллаға шүкірлік қылса. Бірде теңізшілердің бірі тынық мұхитта адасып 21 күн жоғалып кетеді. 21 күннен кейін құтқарылып аман қалады. Сонда адамдар сұраған екен: осы оқиғадан алған ең үлкен сабағың қандай болды деп. Сонда ол: егер таза су жетерліктей асың болса, бұл өмірге ешқашан наразылық білдірмеуің керек депті. Сондықтан да бұл өмірдің алдамшы, уақытша бір сынақ дүние екенін ұмытпағанымыз жөн. Баршамызға Алла Тағала екі дүниенің жақсылығы нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.